Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университетінің әскери кафедрасы Арлан әскери патриоттық жиынын өткізді. Дәстүрлі шараға биыл мектеп оқушылары да қатысты. Жиынның мақсаты Семей қаласында әскери патриоттық жұмысты жетілдіріп, Қазақстан қарулы күштерінің беделі мен әскери қызметін насихаттау. Жастар арасындағы Арлан әскери патриоттық жиыны жастар жылы мен жеңіс күніне және Қазақстан қарулы күштерінің 27 жылдығына арналған. Ауа райының қолайсыздығына қарамастан, қаламыздағы мектептердің жоғарғы сынып оқушылары өздерінің дене даярлықтары мен саптағы жүрістерін көрсету үшін Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университеті әскери кафедрасының алаңында сап түзеді. Айта кетерлігі, оқу орындағы әскери кафедраның жұмыс жасағанына 8 жыл болған. Осы мерзім ішінде бір қатар жас мамандарды тәрбиелеп шығарған. Олар бүгінде еліміздің күш құрылымдары мен қарулы күштері қатарында әскери қызмет атқаруда. Қазірде кафедрада 2 және 3 курстағы 334 студент білім алуда. Биыл олардың 183-і бітіріп шығады. Қазіргі таңда артиллерия, тәрбиелеушілер, прокурорлық жұмыс, аймақтық қорғаныс, әскери есептік мамандықтар бойынша студенттер дайындалуда. Университетті бітіріп қолдарына диплом алғаннан кейін лейтенант, запастағы лейтенант әскери атағы беріледі. Әскери патриоттық жиынның бағдарламасы салтанатты саппен жүру, саптық әдістерді жүріп бара жатып және орнында орындау, әнмен өту, автоматты шашып жинау мен дене дайындығын тексеру сынды бірнеше кезеңнен тұрады. Сондай-ақ әскери спорттық бағдарламаға спорттың әскери қолданбалы түрлері мен әскериленген эстафета енгізілген. База мне очень понравилась. Маған оқу орны ұнады. Әр жыл сайын осындай шаралар өткізіп, запастағы болашақ офицерлерді дайындайтындығы көңілімнен шықты. Болашақта жақсы бал жинап, осы университетке грантқа түсем деген ойдамын. Біздің отбасымызда барлығы әскери салада. Мен де соны жалғастырмақпын. Осындай сайыстарға қатысқан, мен өзімнің анам, әкем тоже военный болып келеді. Сондықтан мен қатты қызығамын. Кішкентай кезден бастап осы военный жаққа қарай жақын болдым. Осындай сайыстар қызықты, өзімен әскери болған. Өзімнің болашақта таңдағым келеді осы мамандықты. Жоғарғы оқу орнының жетекшілігі атап өткендей, мұндай жиындар жастарды қарулы күштер қатарындағы әскери қызметке бейімдеп, олардың машықтары мен ептіліктерін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ бұл салауатты өмір салтын насихаттап, дене тәрбиесін жетілдіруге де септігін тигізбек. Сайыс қорытындысы бойынша командалар кубоктармен, грамота және бағалы сыйлықтармен марапатталады. Эльмира Жүсімбекқызы, Серік Нұртаза, Семей телеарнасы.